Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен витаминге толы, гемоглобин көтеретін, анемияға қарсы салат дайындайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге алма, қызылша және де анар, жаңғақ қажет. Барлығын осылай дайындап алатын боламыз. Ең алдымен алмамызды осылай артық шеттерін алып, кубиктап барлығын бірдей формада турап алатын боламыз. Немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады, ұзыншалап. Енді алмамызды ыдысқа салатын боламыз. Және де бізге піскен қызылша қажет. Қызылшаны да теркадан өткізіп алсаңыздар болады, немесе мен сияқты турап алуға да болады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер өте пайдалы салат. Қызылша негізі іш қатқанға да, запорға да өте пайдалы. Сондықтан көп жеп тұруға кеңес беремін. Және де анар осылай тазалап салатын боламыз. Енді бізге жаңғақ қажет. Жаңғағымызды жегенге ыңғайлы етіп, кішкене пышақпен турап алатын боламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Енді жаңғағымызды саламыз. Енді осылай кішкене ғана араластырып алатын боламыз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді дәміне қарай греческий йогурт немесе 15% қаймақ қоссаңыздар болады. Көп қосудың қажеті жоқ. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз толықтай. Өте дәмді салат шығады. Дәмі бір-бірімен үйлесіп, балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Анемияға өте пайдалы, қаныңызды көтеріп. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді тарелкамызға салып ұсынатын боламыз. Егер де сіздер менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Алда көптеген рецепттер шығаратын боламын. Менің каналымда салаттардың көптеген рецепттері бар. Қарап көріп шықсаңыздар болады. Сіздер осындай салат жасайсыздар ма? Және тағы да қандай пайдалары бар? Комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осымен біздің салатымыз дайын. Баршаларыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.